Ассалаумағалейкум достар. Кәсіпқой бокста, орта салмақта бізге түсініксіз бір процестер болып жатыр. Бүгін сол жайлы сөз қозғасам ба деймін. Біз жіті қадағалайтын салмақтардың өзі біреу ғана шығар кәсіпқой бокста, бұл орта салмақ. Өйткені жалғыз ғана чемпионымыз әлемдік бокста Жәнібек Әлімханұлы дәл осы салмақта жүр. Бастамас бұрын менің достарым, серіктестерім жайлы айтып кетейін. Бұл Cambridge Academy, ағылшын тілі академиясы, Алматы қаласында орналасқан, бірақ онлайн, офлайн. Ол жерде ағылшын тілін үйренуге болады. Кез келген жастағы, кез келген мақсатта адамдарға ағылшын тілін ол жерде үйренуге болады. Балаларға одан бөлек сурет, шахмат сынды үйірмелер бар. Қызық болса, онда мына видеоның астындағы сілтеме арқылы қарап шыға аласыздар, таныса аласыздар. Мен жуырдан бері міне өзінде дәл осы Cambridge Academy'де ағылшын тілін үйреніп жатқан жайым бар. Сондықтан өзім тексергем, өзім көргем, қолданып көргем, былайша айтқанда кеңес берем. Орта салмаққа қайта оралайық. Жәнібек Әлімханұлы мен Ұлыбританиялық Хамза Шираз мырза әлі де жекпе-жек жайлы келісе алмай жатыр. Соншама не болыпты деп осымен бір ай болды күтіп отырғанымызға. Өйткені Андрей Михайловичке қарсы жекпе-жекті қорғағаннан кейін IBF бойынша негізгі басты бір бекітілген организацияның, IBF-тің өзі бекітілген қарсылас еді. IBF-тің алдында өз міндетін орындаған Әлімханұлы енді WBO-дың алдында өз міндетін орындауға көшу керек болды. Яғни WBO бекіткен қарсыласқа қарсы шығу керек. Бұл жерде бізде бірінші орында тұрған Хамза Шираз. Бірақ осымен үшінші рет WBO-дан кері шегіндіруді сұрап отыр, келіссөздерді. Егер промоутерлер келісе алмаса, онда бұл жекпе-жекті саудаға салады. Кез келген промоутерлік компания ақша салам, бұдан ақша шығарам, табам десе, өзі келіп бұл жекпе-жекті өткізу құқығын сатып алады. Кем дегенде қателеспесем бір $200 мың төңірегінде болу керек. Жалпы қоры жекпе-жектің, әрине чемпион бұл қордың басым бөлігіне ие болады. Шамамен осындай міндеттемелер бар. Біз ол жаққа қатты кетпей қойық, қатты үңілмей қойық. Жаңағы осы жекпе-жек жайлы айтатын болсақ, не бар дейсің соншама келісе алмай жатқан? Бұл жерде бір гәп бар сияқты болып көрінеді, және соған бүгін көзім жетті. Бір ақпарат жетіп отыр. Әрине бұл ресми емес, бірақ барлығы соған келе жатқан сияқты. Queensberry Promotion, бұл Хамза Шираздың промоушны, британиялықтар Карлос Адамске қарсы жекпе-жек өткіземіз деп отыр екен. Яғни WBC чемпионы орта салмақта. Үйтіп әйтеуір титулға жеткізген жігіттердің бірі. Жұлдыз емес, танымал емес, жалпы боксшы ретінде деңгейіне сұрақтар бар бұл жігіттің. Бірақ қалай дегенмен чемпион Хамза Шираз бұл тұжырым бойынша WBC Silver деген титулдың иесі, яғни күміс, былайша айтқанда, Silver күміс, былайша айтқанда екінші чемпион, екінші орындағы чемпион дейміз бе? Енді WBC сондайлар жақсы көреді. Diamond деген кезінде франчайзинг чемпион деген, тіпті ол түсініктерді енгізген, бір салмақта 3-4 чемпион жасап қойған. Ол франчайзинг деген чемпионды кезінде мысалы Альварес ие болған. Сол бокс алдында ерекше бір жетістіктері бар жігіттерге тағайындаймыз деп франчайзинг деген титулды беріп қояды. Ал франчайзинг дегеніміз не? Ол жерде сенің қолың тіпті байлаулы емес, ана жерде не істесең де өзің білесің, ойыңа келгенін жасайсың. Кімге қарсы ұрғың келеді, не істесең де әйтеуір WBC-дің ақшасын төлесең болды. Бокстың қазір осы енді не істейсің. Жарайды, WBC-ге қайтып келейік. Хамза Шираз WBC бойынша үміткер және дұрыс жолды таңдап отыр. Енді өзінің мүддесі үшін былайша айтатын болсақ, Карлос Адамске қарсы шығу бұл жалпы логикаға сүйенетін дүние және жөні бар негізі бұл жекпе-жекті өткізсе. Өйткені Әлімханұлына қарағанда бұл әлде қайда оңай және түсінікті қарсылас. Сондықтан және бұл жерде де айтпақшы бірінші орында тұр WBC-де. Сондықтан егер Жәнібекке қарсы жекпе-жек өтпей қалса, онда таң қалмаңыздар. Енді Жәнібекке қайтып оралайық. Әлімханұлы не істейді? Енді бізде 4 титул бар негізгі. Екеуі Жәнібектің қолында, біреуі Адамыз, үшінші адам Лара. Эрисланди Лара мырза, сонау 2000 жылдар біздің Сәрсекбаевтармен жұдырықтасып жүрген адам, жасы 40-тан асып біткен, соның өзінде де қазір топтардың қатарында жүр.
әлем чемпионы атанып алған өте бір стилі ыңғайсыз боксшылардың бірі, өзі қатты бір қартаймайтын спортшы екен. Бірақ Адамасты, Ларада Жәнібекке қарсы шығу екі талай. Және бұл жерде мәселе ол қорқады емес, бұл жерде кішкене тереңірек қазу керек. Кәсіпқой бокстың қазір қандай күйде екенін жақсы білесіздер. Және бұл жерде әртүрлі промоутерлер, ол бөлек әңгіме. Әртүрлі промоутерлер өзара келісе алады. Бұл жерде стримингте мәселе әртүрлі платформаларда, яғни бұл жекпе-жектерді көрсететін, түсіретін, былайша айтқанда продакшн компаниялар, трансляция жасайтын компанияларды. Ал Лара мен Карлос бізде Prime Boxing Championship'те жүр. Олар Showtime арқылы көбінесе көрсетеді. Және басқа да стримингтік желілер арқылы. Showtime қазір бокстан кетті, бұған дейін анда-санда көрсетіп тұратын. Былайша айтқанда BBC бұл ESPN-де болмайтын, былайша айтқанда бокс кештерінің бірі, өз бетімен жүретін. Ал біз білеміз, Жәнібек Top Rank бұл ESPN-де жүреді, ESPN-де көрсетіледі. Дәл осы жерде мүдделер қақтығысы бар. Дәл осы себеп ең бір басты кедергі. Бұл жерде Жәнібектің енді мақсатын білеміз, бұл жерде титулдарды біріктіру, және енді шыны керек, Жәнібектің бір ғана жолы бар. Былайша айтқанда кәсіпқой бокста бір ізін қалдыру, үлкен бір тым болмаған үлкен емес, жұлдызға айналу дейікші. Екі титул болып отыра, қазір Жәнібекті біз жұлдыз дей алмаймыз. Бұны барлығыңыз мойындайтын шығарсыздар. Тым болмағанда 4 титулды біріктірсе, бұл орта салмақтағы абсолют чемпион. Назар аудармасаң болмайды бұндай адамға. Және одан кейін салмақ ауыстырса, шынымен де жаңа бір мүмкіншіліктер ашылады. Ол кезде шынымен де Альварес жайлы да мысалы жекпе-жек туралы сөйлеуге болады деген сияқты. Бірақ міне Жәнібектің басты мақсатына осындай қарапайым дүниелер кедергі, және шыны керек күмәнім бар. Алдағы уақытта 4 титулды Жәнібек біріктіре алады. Егер біз таза бір әуесқой спорт сияқты алып, барлығын рингке тығып қойып, патырлап төбелестіре берсек, барлығы біздің қолымызда болса, тек қана бизнес емес, әуесқой спорттағы сияқты. Басты мақсат спорттық тұрғыдан үздікті анықтау. Бұл жерде шынымен де Жәнібек қазіргі орта салмақтың күйін қарайтын болсақ, қандай күйде екенін, қандай жағдай, қандай процестер болып жатқан бұл салмақта, Жәнібек шынымен де абсолют чемпион атануға толықтай бір мүмкіншілігі бар адам. Өйткені бұл салмақ сондай бір тоқырау, ахуал дейді қазақтар. Ахуал деген жақсы сөз бар, осын сипаттайтын. Сондай бір ахуалды күйде жүрген салмақтардың бірі. Бұл өтпелі кезең. Жалпы тарихта алып қарайтын болсаңыздар, кез келген процестерді алып қарайтын болсаңыздар, осындай бір тоқырау, сосын қайрадан өрлеу кезеңдері болады. Орта салмақтың соңғы өрлеу кезеңдері бұл Головкин мен Альварестің кезеңдері, Джейкобс сынды тағы бірнеше мықты боксшылар болды. Енді бетке ұстарлар әрине Головкин, Альварес. Котто болды бір кезде, Мартинес деген сияқты. Олар кеткеннен кейін шынымен де қазір тоқырау басталды. Тоқырау дегенде боксшылардың деңгейі төмендеген жоқ. Мәселе бұл жерде жаңа бір жұлдыздардың пайда болуында. Орта салмақта шынымен де қазір назар аударатын жұлдыздар жоқ. Қазір бокстың жұлдыздары кімдер деп айтсаңыздар, бірден Усик, Фьюри айтатынымыз, Бетербиевті айтатын шығар біреулері. Көбінесе барлығы сол 66 келіге дейін, 69 келіге дейінгілерді айтады. Дэвис, Стивенсон, Кроуфорд деген сияқты тағы кетеді. Және Альварес та бар. Альварес бірақ 76 келіде, екінші орта салмақта. Осындай бір кризисті кезеңде әрине, егер тек қана барлығы өз қолында болса, Жәнібектің командасын әрине әлем 4 бірдей титулды өз қол астында біріктіре алады. Бірақ осындай бір кедергілер бар, және менің ойымша бұл кедергі түбі 4 титулды біріктіруге кедергі болады біріншіден. Екіншіден, соңғы процестерді, мысалы, соңғы жекпе-жегінде не болды? Қалайша Жәнібек осындай жағдайға тап болды? Айналадағы Жаңа Зеландияға барып, қарсыласу ұйымдастырған бокс кешінде соның жеріне барып, чемпион 2 бірдей титулын, бұл по факту сосын біреу болып шықты, титулын қорғауға мәжбүр болды деген сияқты. Қаншама қиыншылықтардан өтті. Дайындалуға да уақыт берген жоқ промоутерлік компания. Бірден саудада бұл жекпе-жекті өткізу құқығын ұтып алғаннан кейін бірден өткізіп жіберді. Ол жерде зерттейтін болсақ, сондай бір қулықтар көп болды. Айтпақшы, бұл жекпе-жек жайлы 2 бірдей видео бар менің каналымда, қарап шығуларыңыз болады төменде.
Сондықтан көрдіңіздер ме, менің ойымша бұл жерде кішкене Ару мырзаның да Жәнібектен көңілі қалған сияқты. Өйткені жазда Михайловичке қарсы жекпе-жекте салмақ жасай алмай білдей бір бокс кешін былайша айтқанда басты жекпе-жегінде өнер көрсететін адам шыға алмай қалды. Қаншама ақша салынды, қаншама еңбек ол жерде, бірақ енді бұл спорт, бұл жерде әрине сен Жәнібекке мін таға алмайсың, денсаулық сыр бергеннен не істейсің. Бірақ бизнестің аты бизнес. Бобарум менің түсінуімше қазір сондай бір құнды актив деп есептемейді Жәнібекті, және де жалпы Сауд Арабиясына қарай жіберуге қарсы емес. Және сіздерге бір мысал ретінде келтіріп кетейін, тарихтан кезінде 90-шы жылдар бізде Василий Жиров естен болса ең алғашқы әлем чемпионы кәсіпқой бокстан, және оның промоутері Бопарум болған. Бопарум Василий Жировты бұрын соңды жеңілмеген, ол кезде 0 жеңілістер графасында. IBF чемпионы болады, жартылай ауыр салмақта контракттен босатып жібере салды. Өйткені ешқандай табыс әкелмеген чемпион. Енді ол жақта таза бизнес жүреді. Біз мына жақта қазақшылыққа салып ойлаймыз ғой, ол спорт, жанашыр деген сияқты тағы кете береді. Ол жақта ондай нәрсе жоқ. Ақша табасың ба, әкелесің ба, окей, жұмыс жасаймыз. Сенен ешқандай пайда жоқ па, онда өз жөніңмен жүре бер деген сияқты. Сондықтан қазір Жәнібектен ақша табудың бір амалы бұл тек қана не осылай кім сауданы ұтып алады, жекпе-жекті өткізуге сол жаққа жібере салады. Қазір Шираз ұтып алса жібере салады, Ұлыбританияға ма, Сауд Арабиясында жасай ма, тағы бір ұтып алса соған жібере салады деген сияқты. Яғни өзінің ниеті жоқ. Бопарум мырзаның бұл алдағы уақытта Жәнібектің жекпе-жектерін ұйымдастыру, тек қана сондай промоутер болып бір жаққа жіберіп, өзінің бір тиісті пайызын алып отыру, сондай да болып шығуы әбден ықтимал. Және де енді бұл салмақ жайлы сөзімізді жалғастыратын болсақ, бұл салмақта тағы бір қазақ жігіті бар, бұл Мейірім Нұрсұлтанов біздің назарымыздан тыс қалып жатады. Жалпы өзі де қатты бір медиа саласында жүрген адам емес, көбі бұл боксшының бар екенін ұмытып кетеді. Негізінен былай техникалық жағынан алып қарайтын болсақ, әлеуеті жағынан алып қарайтын болсақ, қазір орта салмақта ең үздік боксшылардың бірі. Кезінде ұлттық құрамада да сәл, енді ол кезде шынымен де бір ұлттық құраманың алтын дәуірі болды да, ол көптеген бір мықты боксшыларға қарсы бәлкім бәсекелестікке шыдай алмаған шығар. Бірақ өкінішке қарай Мейірім Нұрсұлтановта уақыты зымырап өтіп бара жатыр. WBC-де 3-ші орында тұр, яғни Карлос Адамспен жекпе-жек өткізіп қалуы әбден ықтимал, бірақ Адамс бұндай боксшымен келіспейді де, біріншіден. Екіншіден, Мейірім Нұрсұлтановтың ықпалды бір промоутерлері жоқ. Білуімше промоутерлері қазақстандықтар, Адал Промоушнс, яғни былайша айтқанда аймақтық, Америкада ешқандай бір байланыс болса ықпалы жоқ промоушн. Сондықтан осындай боксшының жоғалып бара жатқанына бір жағынан қынжыласың. Оған қоса соңғы жекпе-жегін Америкада 5 жыл бұрын өткізген. Ондай адам әрине Америка құрама штаттарына қызық болмайды. Жалпы бұл үлкен тақырып, қазақ боксшыларының осындай бір жағдайға неге тап болып жатыр, неге қазір жаппай кәсіпқой боксқа 4-5 жыл бұрын кеткен адамдар әуесқой боксқа қайтып оралып жатыр. Өйткені кәсіпқой бокстан нан жоқ. Қазақ боксшыларының кәсіпқой бокстан нан жоқ. Бұған барлығының көзі жетті. Сен егер өзің бір тыңдайтын жұрттың аузын өзіңе қарата алмасаң, ақша бір генерация жасамасаң, ақылы трансляция сатпасаң, сен ешкімге керек жоқсың. Бұны Америка бізге дәлелдеп берді. Қаншама боксшым сол жаққа ағылды, бірақ Головкин, Жәнібек сияқтылар сол 10 жылда бір рет шығатын боксшылар. Қазір Садриддин атуы мүмкін, ал одан кейін кім болады? Кім болады? Өйткені 4-5 жыл бұрын әуесқойдан кәсіпқойға ауысқандар қайтып келді. Қазір әуесқойда жүргендер кеткісі келмейді кәсіпқой боксқа. Өйткені ана ағаларын көрді, ол жақта мен не істеймін дейді. Мыналар келіп еш шаруа тындырмаса мен не істеймін ол жақта деген сияқты іштей сұрақ туындайды. Сондықтан шынымен де қазір біздің кәсіпқой бокс тоқырауға душар болуы мүмкін. Және де мысалы неге Жәнібек жұлдыз емес? Неге Жәнібек Америкада танымал емес? Неге Жәнібекті мысалы кезінде Головкин сияқты талқыламайды? Головкиннің бір жақсы қасиеті болды, ол шынымен де айтқанын жасады. Ол оған андай образ құрып берді, нокаутерді бергеннің барлығын нокаутқа жібере берді. Сондай бір ерекшелік болды, және бәлкім Mexican style деген түсінікте жақсы бір рөл ойнаған шығар.
Жәнібектің мысалы патриоттық сезімін түсінемін. Иә, қазақ стайл, қазақ бокс стилін дамыту, қазақ бокс стилін көрсету деген сияқты өздерінің бір идеологиясы бар. Ол бізге құлаққа өте жағымды естіледі бізге. Бірақ америкалықтардың қазақ стайлда еш шаруасы жоқ. Қазақ стайлы оған қоса ағылшынша сөйлемейді, ағылшынша интервью бермейді. Яғни сен көрермен ортасында барьер бар. Бұл әрдайым кедергі. Ондай тіл білмей Америкада жұлдыз болып кеткендердің кейсі өте аз. Мексикалықтарды айтпай қойыңыздар. Мексикалықтарды Америкада жұлдыз болатын мексикалықтар, америкалықтар емес. Америкада тұратын адамдар шынымен де ақша төлейтін, pay-per-view сатып алатын, келіп билет сатып алатын адамдар, олар Америка центризммен өмір сүреді. Олар үшін әлемнің ортасы, әлемді бағып қағып отырған Америкада не болып жатыр, Американың ішінде не болып жатыр, сол қызық. Әлем оларды қызықтырмайды. Сол жағынан, яғни философиясы бізге жағымды болғанмен, бұл бизнес тұрғысынан сондай бір нәтиже беретін философия, тактика деп ойламаймын. Өзімізді көріп отырмыз қазір. Қаншама сөйлеп, қаншама шынымен де Жәнібектің жекпе-жектері жарқын, өте тартымды көрінеді көрерменге. Бірақ Америка жанкүйерлерінің жүрегін жаулай алмады. Және де қазір Боб Арумның мына жасап жүрген істеріне қарайтын болсақ, Жәнібек Әлімханұлы енді Америкада өнер көрсету сирек болып кету әбден ықтимал. Және де біз айтып отырғандай, Сауд Арабиясы бұл жерде жақсы бір вариант. Қазір жалпы әлем боксын Сауд Арабиясында шоғырландырмақшы. Бізде де ұштасатын бірнеше жақсы салалар бар. Бұл ең алдымен әрине Жәнібек Әлімханұлы мұсылман. Бұл әрине география. Сауд Арабиясы бізге әлдеқайда жақын, және қазақтар ол жаққа Жәнібек жекпе-жек өткізсе, еш қиындықсыз барып біраз трибуна толтыруы мүмкін. Бұл жағынан тартымды. Және де енді қараңыздар, Хамза Шираз бұл қазір Риат Сизонның, бұл былайша айтқанда дәл осы бокспен айналысатын дейікші. Бокс жалпы туризммен айналысатын ұжым Сауд Арабиясына, Риат Сизонның жалпы Сауд Арабиясының проектісіне айналып кеткен. Өйткені бұл мұсылман және жас енді шығып келе жатқан боксшы, яғни мысалы Усик, Фьюрилердің, Бетербиевтердің, олардың баяғыда қалыптасып қойған. Олар да жай ақшамен мына жаққа алып келді. Ал жаңағы Хамза сияқты жігіттер бұл ертең сол Риат Сизонмен ассоциацияланатын адамдар, және аудиториясы үлкен. Ол жігіттің аудиториясы Пәкістанда бар, мұсылман мемлекетінде, Пәкістанның халқы үлкен. Жалпы мұсылмандар оған жанкүйер болуы мүмкін. Және батыста бар Англия, Ұлыбритания. Бұл жалпы бокспен алып қарайтын болсақ, бокста өте үлкен нарық. Яғни өте үлкен нарықтың өкілі. Көрдіңіздер ме? Қазақтар үлкен нарықтың өкілі емес. Сондықтан ұмытпаңыздар. Біз бар жоғы 20 миллион халықпыз. Оның үшін экономикалық жағдайымызды оңып тұрған шамалы. Біз pay-per-view төлемейміз, біз пәленбайманға билеттер алмаймыз. Жәнібек төбелескенде біздің миллиардерлер жеке самолеттермен Лас-Вегасқа ағылмайды. Мысалы кезінде Пакьяо төбелескенде сондай жағдайлар көп болып тұрған деген сияқты. Жалпы Пакьяо емес, басқа да боксшылар сондай көрсеткіштерге болған. Қазақ жанкүйерлерінің тарапынан ондай жоқ. Қазір Ширазды Риат Сизон, Сауд Арабиясы сондай бір супер жұлдызға айналдыра бастады. Және де бұл әрине орта салмақтың болашағы болып шығу әбден ықтимал. Сондықтан дәл қазір Жәнібек Әлімханұлы, Ахмет те бердім ғой қайта-қайта, Хамза Ширазға керек жоқ. Хамза Шираз қазір чемпион болады, тағы бір-екі рет осындай жеңіл қарсыластарға қорғайды. Содан кейін барып қана ол кезде Әлімханұлы әлі де чемпион болса, сол кезде чемпиондыққа таласу әбден ықтимал. Ал Жәнібек Әлімханұлы не істейді? Лараны жекпе-жекке тарта алмайды. Ол Prime Boxing Championship'те жүр. Егер оның промоутері жарайды бара салып жібере салайын десе, егер Боб Арум Лара сұраған ақшаны төлеуге көнсе, ол ақшаны сосын ол Лара Жәнібек Әлімханұлы жекпе-жегін ұйымдастырып алып өндіре алса, ақтай алса, ол ақшасын онда болады. Яғни бұл жерде таза бір бизнес. Мен бір керемет бизнес емес, бірақ шамамен мен де түсініп отырмын, неге бұндай жекпе-жектер жасалынбай жатқанын. Сондықтан қазіргі таңда Жәнібек үшін сондай бір варианттар көп емес шыны керек.
жаңа орта салмақты жалпы жұлдыздарға көп емес екенін айттық. Бәлкім кішкене тактиканы өзгертіп, шынымен де екінші салмаққа, яғни 76 келіге ауысып көрген дұрыс та шығар. Бәлкім сол жақта бір бағын іздеп көрген дұрыс па деген ой келеді. Ол әрине енді Жәнібектің өзінің сондай бір тактикасына байланысты, ары қарай қандай өзгерістер енгізетін, әлде Хамза Ширазды күтеді ме? Шынымен де егер алдағы 2 жыл жобамен Хамза Шираз чемпион болып, тым болмағанда 2 рет қорғаса, Әлімхан оған дейін 1-2 жертөлес титулын қорғап тастаса, бұл әлемдік бокстағы ең үлкен жекпе-жектердің біріне, сол жылдағы, өтетін жылдағы кем дегенде үлкен жекпе-жектердің біріне айналуы мүмкін. Өйткені ол кезге дейін Әлімхан үлкен супер жұлдызға айналмаса да, Хамза Шираз шынымен де үлкен супер жұлдызға айналуы ықтимал. Өйткені база бар, арабтар жақсы ақша құйып жатыр, жақсы нарықтың өкілі, стиль десе стиль, түр десе түр, бәрі бар. Және де сондай қарсыластың арқасында Әлімхан ол ертең бокста өз есімін қалдыруы ықтимал. Осындай кішкене менің ойларым бұл жекпе-жекке қатысты кішкене, жалпы жекпе-жек қатысты емес, орта салмаққа қатысты айтуға тырыстым. Кішкене шашыраңқы болды, үйтіп қазір аяқ астынан жазылған видео, шыны керек ой кішкене басқаша болған еді, бірақ дәл осы орта салмақ жайлы 1-2 ауыз сөз айтып кетсем дұрыс болар ма деп ойладым. Бүгінше осы. Міндетті түрде айтарларың болса, онда комментарий қош келдіңіздер.